Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай ұшты қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жанынан қымбат оларға ар, мен жастарға сенемін. Мағжан Жұмабаев, сүйемін. Ұйқы басқан қабағым, бастыра киген тымағым, жалқаулықты жар көрген, жүрген ескі заңым. Алдымдағы малымен, бірге жусап бірге өрген, Алаш деген елім бар, неге екенін білмеймін. Сол елімді сүйемін. Сағымы сайран құрады, бораны ұлып тұрады. Сақ кебін жас сара, орманы жоқ, шуы жоқ, тауыда жоқ, суы жоқ. Мәңгі өлік сахара, Сарыарқа деген жерім бар, неге екенін білмеймін. Сол арқамды сүйемін. Мағжан Жұмабаев, түс. Жарық сәуле айды күнді көрмеймін. Жарты өлік толы өмір сүрмеймін. Қуанышты, азапшыл халықты. Не сүйемін, не дегенім білмеймін. Қор болды ғой қалың қайрат ісі күш. Абақтыда қолдан келер қандай іс. Ұйқы келер, көзді зорға жұмамын. Амал қанша жұбанышым жалғыз. Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай ұшты қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жанынан қымбат оларға ар, мен жастарға сенемін. Мағжан Жұмабаев, сүйемін. Ұйқы басқан қабағым, бастыра киген тымағым, жалқаулықты жар көрген, жүрген ескі заңым. Алдымдағы малымен, бірге жусап бірге өрген, Алаш деген елім бар, неге екенін білмеймін. Сол елімді сүйемін. Сағымы сайран құрады, бораны ұлып тұрады. Сақ кебін жас сара, орманы жоқ, шуы жоқ, тауыда жоқ, суы жоқ. Мәңгі өлік сахара, Сарыарқа деген жерім бар, неге екенін білмеймін. Сол арқамды сүйемін. Мағжан Жұмабаев, түс. Жарық сәуле айды күнді көрмеймін. Жарты өлік толы өмір сүрмеймін. Қуанышты, азапшыл халықты. Не сүйемін, не дегенім білмеймін. Қор болды ғой қалың қайрат ісі күш. Абақтыда қолдан келер қандай іс. Ұйқы келер, көзді зорға жұмамын. Амал қанша жұбанышым жалғыз. Мен Мағжан Жұмабаев атындағы номері 137 жалпы білім беретін мектептің биология пәнінің мұғалімі Қанат Алина Болатқызы. Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы болған, ұлт мақтанышы болған Мағжан Жұмабаев атамыздың 130 жылдығына орай өлеңнен үзінді оқу эстафетаны бастаймын. Және бұл эстафетаны мектебіміздің математика пәнінің мұғалімі Бауыржан Жалғасқа жолдаймын. Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларға, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Мағжан Жұмабаев өте ұқыпты адам болған. Ол анау атаңдарға көмектесіп мектеп салды. Жақсы, мектеп, жақсы. Ол жайлы неме ақындардың тобын ашқысы келді. Иә. Тағы? Қосымша қосатын Алихан. Ол жастарды ойлап, өзін қинады. Қинады деп айтамыз ба? Тағы қалай жеткіземіз өз ойымызды. Альбина? Ол кісі жастарды ойлап кітап жазған. Жақсы. Жұмабаев кім? Мағжанның өлеңдерінен мәнерлеп оқудан жарыс өткізіп жатырмыз. Өткен аптада кімнің өлеңдерінен жарыс өткіздік? Әділқасым мүшелері өзіміздің оқушылар. Ал айтыңыз. Қарағым оқу босқа жүрме, ойынға қырқалар
вақтыда айда күннен жаңылдым, сарғайдым ой сардаламды сағындым. Қарашығым құлыным деп зарлаған, алыстағы сол анамды сағындым. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларға, мен жастарға сенемін. Бұл өлеңде Мағжан Жұмабаев өзінің кезіндегі жастарға сенемін деген Бұл өлеңде Мағжан Жұмабаев өзінің кезіндегі жастарға сенемін деген өміршегі ой. Ол өзінің кезінде жастарды арысқанда айбатты, жолбарыстай қайратты, мықты, жақсы ұрпақ болады деп ойлады. Мен болашақ жастарға өсиет ретінде қалдырған өлеңі, иә? Жарайсыңдар, жақсы түсінесіңдер. Алашқа аян алдияр ер ағасы ханым дана алашқа ауыр күнге болған пана кешігіп күнәлі боп енді алдына Намазынан үзінді. Қанай керек. Қанем жүрек жау басына отырғанымыз бұл қалай? Қанайым бойым удай тілім шаян. Амал не келген жоқ қой батыр баян. Көп жаудың алғастысы ел еркесі, баянның батырлығы алашқа аян. Баянның әр уақыты құр атынан көп алмақ болмау үшін қорқақ қоян. Нар кескен, өрте ескен. Қайтпас болады, баянсыз қанатында қалай жаям. Bir қанай аттанбайды хан абылай. Келмесе қанды балам батырмын. Шаспих садап көңілім, жерге қарап үңіліп, көрше ауа көрістер. Көзінде көк нұры жоқ, алны жұмақ жыры жоқ, жалсыз ұлсыз құшағы, ерімейді жалындай, сөзде жоқ құрамдай, жабайы мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жанам қызар бойларға, мен жастарға сенемін. Жас шырғанда далаптан жайып қарап ұсталған, көзегені бұл баспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ дереж тектер, сүттей таза жүректер, қасиетті жүректер, мен жастарға сенемін. Тау суындай көздер, айбынды алаш елінде, алтын арқа жерімде, мен жастарға сенемін. Қашу барма тұлпарға, талау барма сұлқарға, имам күшті олар да мен жастарға сенемін. Алаш айбынды ұраны, қасиетті құраны, алаштың болар құрбаны, мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға, шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін. Жанның тағдыры бар, тоқымалы басынан тамаша көрсін кешкен. Тұранның тарихы бар отты жердей, жаулаған қалың елдей аспан көрер. Тұранның жеріменен судажа, теңіздей терең ауыр ойды бергендей. Тұранның егішексіз шөлі таза жүректер, қасиетті тірліктер, мен жастарға сенемін. Мұқағали Мақатаев. Бүгін менің туған күнім ой пәләй. Мына адамдар неге жатыр тойламай? Банкет жасап берер едім өзім ақ. Тәңірдің бір жартпая қойған-ай. Мына дүние неге жатыр үндемей? Алаулатып тойдың шоғын үрлемей. Құшақ-құшақ гүл шоқтарын лақтырып. Мынау шапан, мынау атың үндемей. Мына жұртқа жақпады ма әлденем? Бекер өмір сүргенім бе әлдемен? Халқым, сенің қасиетіңді білем деп. Босқа өмірім өтті мекен дәуремен. Айтамын деп қуанышым мұңыңды.
Басқарнаға бұрдым бәлде жырымды. Мен бәрібір өзіңменен бір болам. Өзегіңнен тепсең дағы ұлыңды. Тойланбаса, тойланбасын нетейін. Той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ өтейін. Қаламымды бер шымаған бәйбіше. Болашаққа арыз жазып кетейін. Мағжан Жұмабаев атындағы номері 137-ші жалпы білім беретін мектептің 6-ші сынып оқушысы Мұрат Сабжан. Мұқағали өлең атты оқу челленджін 129-ші мектептен қабыл алдым. Мұқағали Мақатаев, дос болам десең. Дос болам десең, досыңды сыйла, қымбаттым. Досыңа сонда досыңмен ғана қымбаттым. Дос болам десең, мендегі доспен достасың. Сендегі доспен дос болып сонда қымбаттым. Достарың көп пе, апырау неткен жақсы едің. Досым аз менің, досым-ау менің тапшемін. Достарыңменен достастырмен асың. Достастырмен болайын құлың нақсымен. Достыққа жүрмін құмартып. Елгелі жүрмін өзіме өзімнің артып. Жауыздың бар, жанынан әзір болыңдар. Достардың бар, ауызыңдар. Енді осы челленджді 143-ші мектепке жолдаймын. Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Сүйінбай атындағы номер 143-ші мектеп лицейдің оқушылары. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туылғанына 92 жыл толуына орай ұйымдастырылған челленджді Мағжан Жұмабаев атындағы номер 137-ші жалпы білім беретін мектептен қабылдай отырып, номер 148-ші мектеп гимназиясына жолдайды. Мұқағали Мақатаев, тиме намысыма. Зәрі сынған кісіге намысынған, алысудан аулақпын шабысудан. Ей қазақтың баласы есіңді ұста, өлсем өлем сірә мен намысымнан. Жақынынан, жауынан, жалдаптардан, ата-бабам намысын қорғап қалған. Момын қазақ намысын жібермеген жоңғар, шыңғыс, жөйітпен қалмақтарға. Сол қазақтың менде бір жапырағы, арқасы бар Алматы атырауы. Ар намысын аяққа таптатпайды қашаннан да қазақтың топырағы. Әдептімін, ұяңмын именемін, сыраға бал сыйыңа сый беремін. Аңқау қазақ екен деп ағайындар, намысыма алайда тимемен. Ал мен үшін бақытты күндері, бұл өмірде бақыт іздеп жүргенім. Бақыт деген сенің бала күндері, бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенім. Бақытыңнан басқасын да білмеймін, бақытсыз-ақ ойнап келгенім. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенім. Бақытыңнан басқасын да білмеймін, бақытсыз-ақ ойнап күлгенім. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенім. Бақытыңнан басқасын да білмеймін, бақытсыз-ақ ойнап күлгенім. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенім. Бақытыңнан басқасын да білмеймін. Менен баланы аластаңдар. Темірдағы жайымен жөнеп кетті. Дұрыстаңызшы, таяу қалды жаңа толған. Темір жарысың санасы жаратылған. Манағы тәуіп жалдың айтқан сөзі. Ұмытылып кетті не санатыңнан. Айналайын аққудың қазасынан. Қайтеміз, молдадан қамық. Жегіп бірге барып қайттан жамылып. Таң атқанша қалайда тауға әлі. Біреулердің көзіне түсіп қалып, бірге салды. Кім білсін, мүмкін бәл Ей, қалай барам, атармын аққу құсты қалай ғана. Айсынның аққу құсы ұйықтағанда, өрген мал өскен шырша абайлаған. Қасиетті барлығы қарайлаған, оқ атамын қасиетке қалай ғана. Бармаймын, бара алмаймын, қалай барам. Адуынды жан екен алған жара. Жалғыз ұлдан артық па, жалған бәрі.
Балам өлсе бақыттың керегіне топан су басып кетті қалғандан. Перзент сұрап, несіне армандадың? Құрысын онсыз сенің жанған бағың. Мылтықта кек, ат терікте, жалған бәрі. Аққулар, аққу мойынсын беғанат. Алаңсыз тарануда Йығылған қанын пішер құтылатқан. Ей, кімсің, тірісіңге жаның бар ма? Аққуды неге атасың, арың бар ма? Тастағын қаруыңда келгін бері көзіңде жаның бар ма? байғұс әйел үн-түнсіз жылап тұрды. Қарттың үні мең-зең қылып құлап құрды. Қолымдағы мылтығын құлаштап кеп, төмелмей жетім көлге латтырды. Қартқа қарай ақырын аяңдады. Қараусызға қарт келіп аянбады. Көзінен жас, көңілінен зар төгіліп, болған жайтты келініне баяндады. Әй балам, болмады ғой. Қасиет бетті көлден сорлады ғой. Тәуіптің айтқанын бәрі тұрып, атқа... Йығылған қанын пішер құтылатқан. Ей, кімсің, тірісіңге жаның бар ма? Аққуды неге атасың, арың бар ма? Тастағын қаруыңда келгін бері көзіңде жаның бар ма? Байғұс әйел үн-түнсіз жылап тұрды. Қарттың үні мең-зең қылып құлап құрды. Қолымдағы мылтығын құлаштап кеп, төмелмей жетім көлге латтырды. Қартқа қарай ақырын аяңдады. Қараусызға қарт келіп аянбады. Көзінен жас, көңілінен зар төгіліп, болған жайтты келініне баяндады. Әй балам, болмады ғой. Қасиет бетті көлден сорлады ғой. Тәуіптің айтқанын бәрі тұрып, Аққу деген баланы аластаңдар. Деді дағы жайымен жөнеп кетті. Дұрыстаңшы, таяу қалды тана қылған. Неткен жансың, санасы жаратылған. Мағағы тәуіп жалдың айтқан сөзі. Ұмытылып кетті не санатыңнан. Айналайын аққудың қазасынан. Қайтеміз, молдадан қабылға жетіп көлге барып қайттан жабылып. Таң атқанша қалайда тауға әлі. Біреулердің көзіне сұқталып, білме жұртқа салдық. Кім білсін, мүмкін бәр Ей, қалай барам? Атармын аққу құсты қалай ғана. Айсынның аққу құсы ұйықтағанда, өрген мал өскен шырша абайлаған. Қасиетті барлығы қарайлаған, оқ атамын қасиетке қалай ғана. Күнім ойпалай, надамдар неге жатыр тойламай. Банкет жасап берер едім өзім-ақ, тәңірдің бір жартпай-ақ қойған-ай. Мұқағали Мақатаев. Дәл бүгін 9 ақпан Мұқағалидың туған күні. Керемет! Бүгінгі ең алғаш айтқым келіп отырғаны, келген қонағымызға үлкен рахмет, алтын уақытыңызды бөліп, оқушылармен кездесіп, әсем әуен арнағаныңызға шығармашылық табыс тілейміз, бақыт тілейміз. Рахмет. Құрметті оқушылар, өздеріңіз білесіздер, биыл жаңа жылдан бастап мектеп министрлері орнын тапқан, ауысқан. Міне мәдени министр 10-шы Б сынып оқушысы Аяпбергенова Диананы ортаға шақырғым келіп отыр. Диананың ең алғашқы бастауы осы Мұқағали Мақатаевтың шығармашылық кеші болды. Керемет орындау, керемет актерлық шеберлік, болашағы зор. Осы қыздың ұйымдастыруымен біз тек қана көрермен ретінде келіп отырмыз. Мектеп министрлері, қақайып кезекшілік жасап тұрған, мұғалімнің орнын басып тұрған министрлерге түгел рахмет. Мектеп министрі, сіздерге рахмет. Осындай ұлы ақынның туған күнін тойлап, барлық шығармаларын оқушыларға паш етіп, үлгетіп, сахнада өнер көрсеткен мынау тәжірибе жинақтаушы ағайларымыз, апайларымызға, Гүлнар апайға, басқарушыларға түгел мектеп әкімшілігінің атынан алғыс айтқым келеді. Рахмет сіздерге. Зор денсаулық, табыс, береке тілейміз. Алла расуларыңыз биік болсын. Рахмет.
мынау сіздерге үлкен рахмет, мен сіздерге басым кем рахмет, мінекей қандай керемет ұжымдарыңызға рахмет, мына оқушыларға рахмет. Жаңағы Аққулар ұйықтағанда деген поэмасын көріп жылап отырмын, сондай қандай керемет ойнады қыздарыңыз, актрисалар сияқты, сондай үлкен жақсы шығармашылық табыс тілеймін. Беріп жатқан біздің ұстаздарымызға рахмет, үлкен осындай керемет қазақтың есімін қып тұр. Осымен жаңа келіп көргенде қандай оркестрмен шығып жатыр, кәдімгі қазақи киіммен, өте керемет. Неге осындай тәуелсіздіктің арқасында неге қазір біз қазақ екенімізді біліп жатырмыз, шыны керек. Әйтпесе бұрын мұндай неге жаңағы қазақтың нелерін көп көтермеуші еді ғой, шыны керек. Осы Yıkılan kanı bize kullangan. Ey kimsin, tersimge жаның бар ма? Аққудың неге атасың, арың бар ма? Тастағың қаруыңда келгін бері кеудеңде жаның бар ма? Байғұс әйел үн-түнсіз жылап тұрды. Қарттың үні мең-зең қылып құлап құрды. Қолымдағы мылтығын құлаштап кеп, төңелмей жетім көлге латтырды. Қартқа қарай ақырын аяңдады. Қараусызға қарт келіп аянбады. Көзінен жас, көңілінен зар төгіліп, болған жайтты келініне баяндады. Әй балам, болмады ғой. Қасиет бетті көлден сорлады ғой. Тәуіптің айтқанын бәрі дұрыс. Аулардан сен іздедім, кездескен адамдардан, бұлақтардан, бақтардан, алаңдардан, шырақтардан, оттардан, жалаулардан, сен іздедім жоғалған замандардан, сен іздедім досымнан. Мұқағали Мақатай, ей өмір, дүниенің ағыны қарасында, оның кесі қабылда аласында, қарасында шамам жоқ таласында. Ей өмірі, зымырап барасың, жер мен көкті, жер күні арасында, жел